Сәлем менің достарым, қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Сәлематсыздар ма? Біраз қосылып алыңыздар. Кеш жарық алтындарым. Бүгін біз көңілді келіншектің 4Q тақырыбында ақпарат береміз. Павлодарға менен де сәлем жандарым. Барлықтарыңызға сәлем. Шашымның түсі қыздар енді бұл тонуста белгілі. Мен білмеймін, бірнеше красканы қосып жасайды ғой қыздар. Сұлу келіншек істейді, рахмет. Сіз қандай техниканы көп қолданасыз дейді. Мен барлық техниканы жақсы қолданам. Басты техникам ол менің Аллаға деген сенімім, ғажайыпқа деген сенімім, менің бет күтімім, шаш күтімім, қас күтімім, ерін күтімім, жалпы өзімнің барлық күтімім тонус бьютида қыздар. Менің салоным бар ғой деп қойын, иә? Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, сол салонның арқасында күтімді мен күнделікті жасаймын. Жақсы көрем өзімді. Өйткені қазір біз бұл туралы өте көп әңгімелесетін боламыз. Сіздерге бұл туралы ақпарат беретін боламын. Өйткені әйел өзін күтпесе өте қиын болады. Мен эфирлерін бәрін сақтаймын алтындарым. Сақталмаған менде эфир жоқ. Атырауға менен де сәлем. Біраз кіріп алсын қыздар. Қазір бір 700-дей болсын, сосын тақырыпты әдемілеп бастап кетеміз. Иә, мен Алматыдамын. Алматы қаласында тұрамын. Тараз қаласында туылғанмын. Негізгі өзімнің тегім оңтүстік Қазақстан облысы Шардара жақтан болады. Бірақ мен өзім Таразда туылғам. Сосын Шардарада оқыған кезім болған. Кейін біз көшіп кеттік. Менің ернім табиғи. Ернім табиғи, түрім табиғи, барлығы өзімдікі, көршіден ештеңе сұрап алған жоқпын. Ал кеттік 700-ге жақындап қалдық. Комментарийлар өшіріп тастайын, өйткені тақырып өте қызықты қыздар. Өте қызықты. Біріншіден бұл біздің қыз келіншектер қалай өзін өмірде ұстау керек. Жалпы тұрмысқа шыққаннан кейін де, тұрмысқа шықпай жүрген қыздарда тыңдасаңыздар болады. Сондай келіні бар. Жалпы өмірде енді отбасында берекесі бар, уже ондай отбасыларға да тыңдауға болады. Біз оқыған кезде, біз бір ақпарат білген кезде оның ешбір зияны жоқ. Керісінше барлық ақпарат бұл бізге жүрегімізге нұр береді. Сондықтан да біздің ислам діні, ең керемет дін, оқыңдар, ізденіңдер, ілім біліңдер. Қытайға барсаңдар да ілім алыңдар деген. Өйткені көп деген жаңалық, көп деген мына өмірде болып жатқан өзгерістер, тіпті мына өзіміздің күнделікті жазып жүрген қағазымыздың өзі Қытайда ойлап табылған, Сондықтан ілім, білім бұл сіздерге керек, ашық болыңыздар деген. Ал әйел білімді болған кезде оның ұрпағы білімді болады дейді. Сондықтан бізге білім әрдайым қажет, білімді болуға тырысайық. Бүгінгі ақпаратта сол сіздерге бір жаңалық ашпасам да, сіздерге бір өмірлеріңізді толығыменен өзгертіп тастамасам да, өмірлеріңізде бір керекті кезеңде осылай бір Айнұр айтып еді, Асанберді айтып еді деп естеріңізге алып қойсаңыздар, мен қуанышты болар едім. Және сіздерден кері байланыс маған өте маңызды. Кейде ойлайсың, пост шығарсаң аз ғана комментарий түскен кезде, мен жалпы өзім дұрыс істеп жүрмін ба, кім үшін істеп жүрмін, бұл қажет пе? Өйткені бізде так көп сынайды ғой, сынағаннан кейін кейде сағың сынады. Олай да болады, мен оны жасырмаймын, өйткені бізде пендешілікке берілеміз, маятник қозғалып кететін кезеңдер болады. Бізде кейде
нем бар, осы тыныш қана жүре бермеймін ба деген ойға да келетін кезеңдеріміз болады. Өйткені бізде пендеміз, бізде кейде қайғырамыз, кейде мұңаямыз, кейде біздің де өмірімізде түрлі ситуациялар болады. Оған алысқа бармай қойын, осы бүгін ғана өзімнің отбасымда, мысалы менің күйеуім қанша күннен бері коронавирус туралы айтып жүрді. Сен маска алдың ба, сен оксалинка алдың ба, ананы істедің ба, балалардың қолына антисептик бердің ба? Күнде таңертең сұрайды, күнде иә деп жауап беремін. Жақсы бір сондай иманды, ибалы келіншек болып жаңағы иә жаным алдым, бәрін реттеп қойдым деп жүрмін. Бүгін енді шыдамым бітті. Мен айттым ғой, мен күнде айтып жатырмын ғой саған. Алдым, бер жердім, балалардың бәрін істеп қойдым десем, күйеуім маған былай қарап тұрды. Сосын бұрылды да кетіп қалды, Сосын әрине мен өзімді кінәласам болатын еді, бірақ мен кінәлаған жоқпын. Бірден қайттан хабарластым да күйеуіме. Ренжімеші, мен просто білесің ғой, түсінесің ғой, мен енді осындай әйелмін, мен эмоцияға ерік беріп қоямын, кешірші мені деп жарып жүрдім. Күйеуім жоқ, ештеңе қылмайды, мен де просто балалардың амандығы ғой, енді екеуміздің тілеп жүргеніміз деп бірден екеуміз достаса қойдық, Негізгі әңгіме осы күйінде болады. Өйткені әйелді жаратқан кезде Алламыз бізді бір эмоциямен жаратқанда, біз бір эмоцияға беріліп қоямыз. Кейде менде өздеріңіз байқайсыздар эфирде, неге түсінбейсіздер деген кездерім болып кетеді іштей, бірақ кейін айтамын, Айнұр, олай етуге болмайды. Сен ұстазсың. Ұстаз деген, үйретуші деген ол өзінің эмоциясына ие болу керек деп өзімді тоқтатамын, Сол сияқты біздің әрқайсымыздың бойымызда неше түрлі қабілет бар. Біз туылғаннан бастап қызбыз делік, кішкентай қыз кезімізден бастап, туыла сағанда кішкентай қыз кезімізден бастап бізде өте көп ақпараттар болады. Мысалы 0 жастан 3 жасқа дейін біздің күйіміз қалыптасады. Бұл кішкентай қыз күйі, Бұл біздің өмір бақи бізге керек. Кішкентай қыз сияқты болып тұру да керек. Одан кейін 3 жас пен 6 жастың арасындағы үй шаруасында ханшайым, мен негізі домохозяйка дегенді жақсы көрмеймін, мен оларды үй шаруасындағы ханшайымдар деп атаймын. Осы уақытта бізде бойымызда осы үй шаруасының ханшайымы қалыптасады. Одан кейін 6 жас пен 12 жас аралығында бізде королева, ханшайым, нағыз патшайым образы қалыптасады. Одан кейін 9 жас пен 12 жастың арасында көңілдес образы қалыптасады екен. Яғни, мынау әлемде, жер бетінде, қараңыздаршы, мезгіл 4 мезгілден тұрады. Қыс, күз, көктем, жаз. Күннің өзі, бір күнді алайықшы, таңертең, түс, кеш, түн. От, су, жер деген сияқты да жаңағы стихиялар, олар да 4-ке бөлінеді, Бұның бәрі не үшін? Өйткені әйел бұл табиғат, адам бұл табиғат. Біз табиғаттан алыстап ешқайда бармаймыз. Біз табиғатпенен етене байланыстамыз. Алла тағала бізді сондай табиғатпенен былай етене күштілеп жаратып қойған, біз одан бөлек кете алмаймыз. Яғни нағыз келіншек, көңілді, әдемі, 4 дамыған келіншек бұл табиғатпенен етене бола білетін келіншек. Сондықтан мен айтам, әрдайым өзіңізге 1 сағат уақыт бөліп, далада жүріп, өзіңізбенен табиғатпенен сырласып, мұңдасып, әңгіме айтып қойыңыз деймін, Бұның бәрін бекер айтпаймын. Өйткені біз табиғаттың ажырамас бөлігіміз. Мысалы, қарап тұрыңыздаршы, өзіңіз үйіңізде гүл өсіретін шығарсыздар, кез келгендеріңіз гүл өсіреміз, Үйімізде гүл өсіру үшін жаңағы магазинге барамыз, топырақ сатып аламыз, оның ішіне бірдеңелер аламыз, удобрение аламыз. Осы тыным таппай, өсіре алмай, әйтеуір өліп қалмаса екен деп бар әрекетіміз жасаймыз, Әрекетіміз жасап, жаңағы гүліміз өссе қуанамыз да. Енді Алланың жаратушының бір құдіретін қараңыздаршы. Әлемде далаға шығыңыздаршы. Тал деген өсіп тұр, оны ешкім суарып жатқан жоқ та. Ауа деген беріліп тұр, оған ешкім ақша сұрап жатқан жоқ та. Бәрі күшті, керемет. Адамда туылғаннан бастап өз бірдеңе қылып өседі. Табиғатта ит, мысық барлығы өсіп жатыршы. Алланың құдіретін айтамызшы. Қандай керемет, осы күйдің бәрін қалай сақтап тұр. Және осы 4 күйді Алла тағалам әйелді жаратқан кезде бойына салып берген екен. Яғни кішкентай қыздың күйін, үй шаруасының ханшайымының күйін, патшайым күйін, және көңілдес күйін. Не үшін дейсіздер ме? Адам ата үшін. Яғни ер адам үшін салып берген екен. Мынау исламда айтады, әйел күйеуінің жарты иманы дейді да. Адам атамыз пайда болған кезде ол кісі жарты иманымен
өмірге келген иманды болып, ол пайғамбардың бірі, иә, алғашқы пайғамбар. Одан кейін Хауананы кездестірген екен, ол оған біреулер алма дейді, біреулер жаңағы бидай дейді, соны жегізіп жер бетінен жұмақтан қуылған дейді. Яғни адам ата 50% бірінші Аллаға, сосын әйеліне сенеді ше. Яғни бізге Алла тағала қараңыздар, қандай құдірет берген, қандай күш берген, қандай нәзіктік берген, қандай әдемілік берген, және осы табиғаттың 4 күйін де берген. Күні бойы кішкентай қыз болуға болмайды. Күні бойы үй шаруасында ханшайым болуға болмайды. Күні бойы патшайым болуға болмайды. Күні бойы көңілдес болуға да болмайды. Егер бұл баланс бұзылса, ондай болса, біздің өмірімізде қиыншылықтар көбейеді. Яғни әрдайым кішкентай қыз күйінде болған кезде олар көбінде деспот, яғни тиран ер азаматтарды өзіне шақырып алады. Үй шаруасында ханшайым болғанда олар көбінде депрессияға көп түсетін ер адамдарды өзіне қатты тартып алады екен. Яғни тартылсаңы бұл жерде қатты жұмыс істейді дағыны. Біз өзіміз егер осы 4 күйді жүргізе алмасақ, бойымыздан таба алмасақ, соны дамыта алмасақ, онда біз жертва күйіне аламыз. Мысалы, егер сіз тек қана кішкентай қыз сияқты өзіңізді ұстайтын болсаңыз, сіз өзіңізге деспот, тиран жігітті тартастаған, ол сізге әрдайым бұйырып, істе ананы, мынаны істеме, ұрсып, сізді тұқыртып, сізді унижать етеді. Ал үй шаруасындағы жаңа барлық жағдайын жасай беріп жігіттің, ер адамның жаңа шесін ба, жейсін ба, кесін ба, отырасың ба, тұрасың ба деп жағдайын жасай берсек, біз ондай адамда депрессияға кетіп қала беретін, мамасын көргенде балалар деп еркелеп қалады ғой. Тура сол сияқты ер адамды өзімізден депрессияға жүргізеді екенбіз. Қараңыздар, қандай құдірет күшке иеміз. Ал егер біз тым королева болсақ, біз ондай адамды патшайым ғана болсақ, ондай ер адамды маменькин сыночек, яғни мама деуден басқаның бәрін жасап қоямыз да, жаңа мамасы болып кетеміз. Өйткені мамасы көп бұйырады, ол балалар соны интуитивно естерінде сақтайды. Анасы көбіне бұйырып сөйлейміз ғой біз енді аналар. Неге істемейсің, неге бүйтпейсің, неге өйтпейсің деп, әйтпесе тек қана көңілдес болсақ, ол өзіне үй ханшайымын іздеп кетеді. Яғни ер адам ол осындай ізденіс үстіндегі азамат, бұл бір әйелдің бойынан осы 4 қасиетті көргісі келеді. Анда-санда еркелеп тұратын қызды, үй шаруасына қабілетті қызды, сондай-ақ оған керек кезінде ақыл кеңесін бере алатын патшайымды, және бұйыра алатын патшайымды, және дұрыс бұйрық бере алатын патшайымды. Ал бір кезде енді түнгі мезгілде өзіне жақсы көңілдес бола алатын әйелді іздейді екен. Және ондай әйел оның қасында болса, ол ер азаматтың жолы болды деген сөз. Ол ер азамат өте жоғары деңгейге, ресурсты деңгейге көтеріледі екен. Яғни ер адамды қалай шабыттандырамын десек, біз өзіміздің бойымыздағы осы қасиеттерді мықтап дамытуымыз керек. Кішкентай қыз қалай боламыз деп ойлауларыңыз мүмкін. Қалай боламын мен кішкентай қыз? Боламаймын, мен өтірік сияқты, Өзіңіз қараңызшы, кішкентай қызыңыз болса, әйтпесе кішкентай қыздарға 0 мен 3 жас аралығында. Ондай сондай сүйкімді қылықтар жасайды ғой, Попочка деп жаңа әкелеріне бар. Есен маған алып берсең, мен қуанар едім. Егер миымды ашытпашы десең, айтады, мен сені қатты жақсы көремін, сосын миыңды ашытқым келеді деп айтады. Ал одан кейін үй шаруасындағы жаңа 3 жас пен 6 жастың аралығында қыздар қамыр илегісі келіп, тырысып, бірдеңе пісіргісі келіп, сізге қабаттасып, жүгіріп жүреді. Үй шаруасындағы ханшайымды қалыптастырады. Яғни бізде солай үйімізде мысалы маған ұнайтын кино бар, мистер и миссис Смит деген, бәріңіз білесіздер ғой, Анджелина Джоли мен Брэд Питт ойнаған. Анджелина Джоли сол кезде үйіне келгенде, күйеу келгенде мұздай болып тұрады, әп-әдемі болып ше. Ал тамақты ол рестораннан заказ береді. Соны 6 жыл бойы мысалы соның күйеуі соның рестораннан тамақ беретінін білмеген да. Енді мен сіздерге рестораннан тамақ беріңіздер демеймін. Тамақты, үй шаруасын көбінде жолдастарың жоқ кезде жасап қоюға тырысыңыздар. Ер адам әйелді тряпкамен көрсе, пол жуып жүргенін көрсе, ол оны бәрібір басқаша қабылдайды екен. Бұл зерттелген, дәлелденген. Ал әйел, енді біз әйел болғаннан кейін үйді жинаймыз, үйді реттейміз, барлығын жөндеп қоямыз ғой.
бірақ көбінде біз дұрыс өмір сүрмеген кезде, мысалы, түніменен жүріп, күні бойы ұйықтайтын болсақ, сосын барып кешке қарай бізде не істейді? Мына хадистерде айтылған ғой, күні адамдар үшін, түн жындар үшін дейді, ауызбилақтар үшін дейді да. Яғни біз солардың күшін пайдалана бастайды екенбіз. Кешке қарай біз жаңа күні бойы ұйықтап, телевизор көріп жатып, қиялданып, инстаграм ақтарып жатамыз дағыны, кешке қарай енді іске кірісе бастаймыз. Жаңа күйеуіміз келген кезде сол көрсін деп жұмыс істей бастаймыз. Керісінше болу керек. Ол жоқ кезде істеп алу керек дағыны. Ол келген кезде әдемі патшайымға айналу керек. Патшайым кейпінде, яғни әдемі киіміңізді киіп, шашыңызды реттеп, енді бәріңізге үйлеріңізде боянып, макияж жасап жүріңіздер демеймін, бірақ шашыңыздан, үстіңізден әдемі иіс шығу керек. Ал ондай әйел қалай болады? Егер ол уақытын тиімді пайдаланса және күндіз таңертең ерте тұрып қимылдаса. Таңертең ерте тұрып қимылдап, жуынып, шайынып, тірлігін істеп қоятын болса, ол әйел періштелердің қолдауында болады. Ал егер ол бәрін түнде істейтін болса, мысалы, кірісіп, бәрі кешке қарай бастайды да, сағат түнгі 10-да үй жинап кететін әйелдер бар. Ыдыс аяғын жуып, шкафтарын тазалап, ертесі күні ода ресурс болмайды. Ол ресурсын пайдалана алмайды. Ол өйткені кешке қарай жындардың ресурсын пайдаланған болып есептелінеді екен. Сондықтан біз күндіз әрекетімізді жасап, кешке қарай көбірек күйеуімізге массаж жасап, онымен әңгімелесіп, оның өмірде болып жатқан ақпараттарменен танысу керек екенбіз. Ал біз не істейміз? Керісінше сол келген кезде тамақ жасай бастаймыз, үй жинай бастаймыз, қол жуа бастаймыз, сөйтеміз дағына түнде көңілдестің кейпіне енетін кезде біз онымен әңгіме айтып, кейде ұрсып қаламыз. Өйткені бұл кезде пысықтығымыз ұстап кетеді. Ақыл айтқымыз келіп кетеді. Өйткені түн ол жындардың елінде, біз ол кезде керісінше күйеуімізді успокаивать ету, тыныштандыруымыз керек екен. Күйеуімізге әрдайым айтуымыз керек екен: сен менің жұмағымсың, ал мен сен үшін жаратылған тыныштықпын. Мен саған тыныштық берушімін, тыныштықты орнатушымын. Яғни тыл дейді ғой орыста, бекерден бекер бұл тыл деген сөз шықпаған. Яғни біз үйдегі ер азаматымыздың тыныштығымыз. Бұл деген тыныштық деген ештеңе айтпау деген сөз емес. Мысалы, көптеген әйелдер жазады: менің күйеуім жұмыс істемейді, жұмыс істегісі келмейді, диваннан тұрғысы келмейді. Қандай күйге түсіп кеткен? Депрессиялық күйге түсіп кеткен. Біз қалай күйге түсіргенбіз? Өзіміз үй ханшайымының роліне кіріп алғанбыз, не болмаса патшайым ғана роліндеміз. Осы екеуін күшті атқарамыздағына күйеуіміз не істейді? Депрессияға кіріп кетеді. Мына әйел менсіз де күн көре алады. Бұл әйел мен болмасам да өлмейді. Бұл әйел, в общем, өлмейтін әйел да. Ол өзінің еркектік қабілетін ол әйелдің алдына көрсете алмайды. Өйткені оны ешкім мақтап жатқан жоқ. Оған негізі сен істей аласың, сен істесең күшті болады. Ер адамға Алла тағала несібені әйелден гөрі 2 есе көп береді деп әйел айтпаса, ол ойлайды: бұл әйел бәрін істей алады ғой, итакта. Да, әйел бәрін істей алады. Осы күйеу жоқ болып өліп қалған әйелді көрмеппінші. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Бірақ біз бәрібір ер адамның көңілін тапқан кезде ғана жұмаққа барады екенбіз. Яғни өзіміздің ер азаматымыздың, өзіміздің күйеуіміздің. Көп әйелдер айтады: енді қалай тұрғызам? Істемейді жұмыс, ақша жоқ. Мен айтам: ондай кезде күйеуіңіз келетіңіз: мен сенімен бірге жоқшылықты да көре білем. Көрейік. Ақшасы да елдер өмір сүріп жатыр ғой, ақшасы көрейік. Өмір сүріп көрейік. Бұл қандай күй? Яғни күйеуіңізге патшайым ретінде күй беру. Бұйыру емес, мен сенімен бірге бәрін көрем. Мысалы, мемлекетте забастовка болса, сіз патшаның әйелі болсаңыз, сіз күйеуіңізді тастап қашып кетпейсіз ғой. Ол ұзаққа созылуы мүмкін, Сіз оны қолдайсыз, сіз оған қорған болуыңыз керек бір жағынан, моральды тұрда. Ол сізге күшті, ер азамат ретінде қолдау болса, сіз оны моральдық тұрғыда қолдау көрсете білуіңіз керек. Аш отырып көрейік. Шүкір, осыған шүкір, Аллаға шүкір. Ең басты, сен ер азаматың амансың. Өлмейді ешкім. Осы қазір, дәл қазіргі уақытта бір нан таппай қалып, өліп қалыпты деген адамды мен естіген жоқпын. Бұдан да жаман кезеңдер болған. Аллаға шүкір, қазір өте жақсы кезең. Осылай сіз өз күйеуіңіздің депрессиялық күйінің төменгі деңгейіне түсуіңіз керек. Ол деген депрессияға түсіп кету емес, оны күліп айту, көңілді айту. Көрейік. С любимым рай в шалаше деген орыстарда сөз бар, Көрейік. Қалай болады екен? Ақшасында өмір сүріп көрейік деп айтыңыз күйеуіңізге.
ол өзі-ақ сосын әрекет жасай бастайды. Енді келесі тағы бір біздің күйіміз бұл көңілдес күй. Бұл көңілдес күйіне енді жұбайлар шаттығы деген сабақ болайын деп жатыр. Ертең Құдай қаласа уже басталып кетеді. 15:00-де басталып кетеді ғой деймін. Алина әлі хабарлайды. Осы сабақта керемет көңілдес болудың, күйеуіңізге шабыт берудің түрлі жолдарын үйретеді Алина. Тіпті аяғына массаж жасап отырып, әйелдік энергияны қалай толықтырамыз, осы техникаларда берілетін болады ертеңгі сабақта. Ал оған дейін енді біз көңілдеске дейінгі 3 күйді қалай дамытамыз. Бұл күй, егер кішкентай қыздарыңыз бар болса, 0 жастан 3 жасқа дейін қыздарыңызды еш уақытта сен істедің мынаны, істеп қойған сен, оңбаған деп ұрыспаймыз. Ол кішкентай қыз күйін толықтырып жатыр. Олар періште. Иә, наверное, ағаң жасап қойды. Оларға это ты деген нәрсені кіргізбеуіміз керек. Иә, ол періште қалпында болу керек. Ол пәк күйінде болу керек та. Кейінгі 3 жас пен 6 жас аралығында қызыңыз сізге мешайт етіп үй шаруасына кешке шейін кедергі келтірсе, кетші бар деп ұрыспай, келе ғой, үйретейін, көре ғой, жасай ғой деп біз оларды қанаттандыруымыз керек. Ал енді патшайым және көңілдес күйлері, енді олар 6 жас пен 12 жас аралығында мысалы көңілдес күй дамитын кезде қыздар бояна бастайды. Еріндерін бояйды. Сол кезде, тайт, кіп кішкентай болып, бет-аузын бояп алыпты деп ұрыспай, бұлай боянған әдемі болады қызым. Шашың бұлай болса, сенің шашың бұлай жарасады саған. Давай қасыңды бояп берейін. Давай маникюр жасайық деп бір-біріңізге осылай жасатуларыңыз керек. Өйткені дәл сол кезде қыздың көңілдес күйі дамиды. Ал патшайым бұл оқу, іздену, білімді болу. Кез келген уақытта ер азаматқа оған ақыл кеңес беру. Біздің ер азаматтарымыздың барлығы бізге айтады. Әйтеуір болса да айтады. Бірақ біз оны, соны сен істей аласың ба, қойшы. Ана жолды айтқансың, істеген жоқсың ғой. Ана жол болмаса, бұл жол точно болады. Қойшы. Каждый праздник сен маған дымда бермейді ғой деп іштей ойламай. Негізі сен менің қасымда болғанның өзі мереке. Сен қасымда болсаң, менің көңіл күйім жақсы. Өйткені ер мен әйелді бір-біріне Алла тағала аманаттап берген. Біз бір-біріміз үшін жауап береміз. Сондай-ақ мен өзімнің сабағымда айттым, қатысқан қыздар біледі, отбасылық жүйеде ер адамның ұзақ өмір сүру әйелге байланысты. Ол өзін еш уақытта үшінші артық адам ретінде сезінбеу керек. Сондай отбасында көбінде келіндер ойлайды, мен енемнің көңілін тапсам болды, енеммен дос болсам болды деп. Енені сыйлау керек, енені құрметтеу керек, енеге жағдай жасау керек, бірақ ол сіздің подругаңыз емес, ол сіздің құрбыңыз емес. Ене еш уақытта құрбы болмау керек. Оның өзінің орны бар. Абысында ол сізге құрбы емес. Ол сіздің абысыңыз, иерархия. Яғни әркім өзінің орны білгені дұрыс. Құрбы ол бөлек адам. Құрбы ол басқа адам. Енеңізбен құрбы болдыңыз деген кезде сіздің күйеуіңіз өзін керексіз сезіне бастайды. Ол қуанады. Ой, қандай күшті, мамам менен әйелім сондай жақсы қарым-қатынаста, бірақ оның құрбы болмай құруға болады. Мысалы, құрбы дегенде қалай? Енесімен күйеуін бірге жамандау. Енесіне күйеуін жамандау. Енесіне күйеуінің минустарын айту. Қалай болып жатқанда әйтеуір екеуінің қарым-қатынасы өйтіп айтқанда бұлай еш уақытта. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, сіз бәрібір оның баласы бола алмайсыз. Сіз оның баласынан артық бола алмайсыз. Ол бәрібір жақсы көреді. Бізді өмірде ешқандай беспринципиально, беспотребительский отношениясыз тек қана аналарымыз жақсы көреді. Біздің балаларымыз да бізді бірдеңе үшін жақсы көреді. Күйеуіміз де бізді бірдеңе үшін жақсы көреді. Тек қана анамыз ғана бізді ешқандай, ештеңе үшін, жай болғанымыз үшін, бар болғанымыз үшін жақсы көреді екен. Сондықтан енемізбенен подруга болмаймыз. Енемізді сыйлаймыз, құрметтейміз, алақанымызға саламыз, оған барлық жағдайды жасаймыз, бірақ онымен отырып алып, елдерді обсуждать етіп, күйеуімізді обсуждать етіп, атамызды обсуждать етіп, абысынымызды обсуждать етпейміз. Бұл табу, үлкен табу. Бұдан кейін мен естеріңізде болады деп ойлаймын. Бұл әйелдің 4 күйіне, көңілді келіншектің 4 күйіне кері әсер ететін табу. Еш уақытта енемен құрбы болмаймыз. Енеміз ол ана, ене.
оның орны бөлек. Ол киелі адам. Онменен ешкімді жамандауға болмайды. Онменен әңгімелесуге болады, бірақ басқа тақырыптарда, мысалы бала тәрбиесі тақырыбында, өздеріңіздің балаларыңызды тамақ істеу тақырыбында әңгімелесуге болады. Жалпы мемлекеттегі болып жатқан тақырыптарда әңгімелесуге болады, бірақ ни в коем случае онменен баласын жамандауға болмайды. Оған баласын мүлдем жамандауға болмайды. Осыны естеріңізге сақтаңыздар. Бұл сіздердің патшайым күйлеріңізді жоқ қылады. Енді менің бойымда бұл қабілет жоқ десеңіздер, қалай дамытамыз десеңіздер, біз бұны тура мысалы таң, түс, кеш, түн деп бөліп алайық. Таңертең тұрған кезде сіз кішкентай қыз сияқты еркелеп, күйеуіңізге еркелігіңізді білдіріп, еркелеп шай беріп шығарып саласыз. Күндіз түсте сіз хозяйка рөліне кірдіңіз, мысалы үйіңіздің шаруаларын жасадыңыз. Кешке қарай сіз патшайым рөліне кіріп үлгеруіңіз керек. Түнде сіз көңілдес күйіне кіріп үлгеруіңіз керек. Яғни көңілді келіншектің 4 күйі бізде осы тура күн тәртібіменен, не болмаса қыс, жаз, көктем, күз сияқты кезеңменен жүретін болса, ондай әйелден ер адам ешқайда қашпайды, және ол әйелдің күйеуі міндетті түрде оған барлық жағдай жасайды. Сіздер білесіздер ме, ең қымбат сыйлықты үй ханшайымы, нағыз үй ханшайым алады. Ең көңілдес емес, қателесесіздер көңілдес десеңіздер. Ең мықты үй ханшайымы, яғни үйде жұмысын істей алады, барлық шаруаны реттейді. Мысалы, тіпті сіздің поварыңыз болса да соны реттеп қояды, барлығын, үйдің бәрін жинатып қояды, күйеу келгенде сықиып әдемі болып отырады. Яғни оның тамағы тоқ, көйлегі көк, бәрі таза. Және әйел әдемі. Ғажап емес па? Осы күйге ену әрбір әйелдің алдына қоятын бір мақсаты болса, тамаша болар еді. Олай бола алмаймыз деген сөзге мен сенбеймін. Болып жүрген әйелдерді, көп деген әйелдерді білемін. Және олар отбасында өте бақытты. Бірақ енді ойламаңыздар, ондай әйелдерді мүлдем қателік кетпейді екен деп. Мен жаңа өзімді ғана келтірдім ғой. Мен енді ондай сондай кереметпін деп айта алмаймын. Аллаға шүкір, стараюсь. Талаптанам да, және соған еңбектенем. Талап бір бөлек, және сол тақырыпта еңбектенем. Мен де ұстап қалды, не істеймін? Мен өзімді кінәлап, тағы да ұрыс қалдым күйеуіммен, деп настроением түсірмеймін. Бірден хабарласып, ренжімеші енді, мен сондай ақылым таяз ғой, мені білесің ғой, Алла тағала мен солай ақылымды таяз қылып жаратты енді. Сенің қабырғаңнан мен сондай ақылсыз қылып жаратты. Хорошо, что сен менде ақылдысың. Сен болмасаң мен қайтер едім. Осы ақылсыздығымнан мен деген кім білет қайда баратынымды деп, біз бірден күйеуімізді өзімізден жоғары сатыға көтереміз. Ол шынымен де солай. Өйткені мына сіздер білесіздер ғой, притчаны екі әйел бала босанады, біреу қыз, біреу ұл босанады дағына, жаңағы ауысып кетеді екеу туылған кезде роддомда. Содан екеу қазыға барады. Ол менікі деп екеуі де. Содан қазы олардың сүттерін саудыртады дағына, ең көп сүттен шыққан әйелге айтады, ол сенікі деп. Майлы, құнарлы сүтті да. Сөзде ана әйел, неге оныкі, менікі ол деген кезде айтады. Алла тағалам ұлға сүтті де екесе көп береді, қызға қарағанда. Ер адам бізге қарағанда екесе көп тамақ ішеді. Ер адамның бар жағынан денесі де дәу, ол бізден үлкен, физикалық тұрғыдан күшті, яғни Алла тағала оны солай миын да көп қылып жаратады екен, енді амал жоқ. Нам придется с этим смириться деймін бе, қалжың ғой. Бірақ осы күйді қабылдауымыз керек та. Өйткені бізге Алла тағала, мен тек тану сабағында оны күшті түсіндірдім, қыздар, Алла тағала мына ақшаны еркекке емес, әйелге жібереді екен. Әйел қанша ақшаға лайықты, сонша ақша жібереді екен Алла тағаламыз. Ал қандай әйел жақсы ақшаға лайықты болады? Осы 4 күйді сақтай білген әйел жақсы ақшаға лайықты болады. Және қолы ашық, жомарт әйел. Туған туысына беріп қойды, анасына беріп қойды, әкесіне беріп қойды деген нәрсені мүлдем ұмытуымыз керек. Сіздің несібеңіз автоматты түрде жабылады. Міндетті түрде жабылады. Біз керісінше өзінің туғанына, туысына, анасына жасағанын қолдауымыз керек күйеуіміздің. Сол кезде
Қайдан келеді? Сол ақшаның бәрін солар алып қойса десеңіздер, қателесесіздер. Ақша көп, ақша форточкадан да келе береді, Алла тағала қаласа. Аллада ақша көп. Осыншама ғаламатты жаратқан Алла тағалада ақша жоқ деп ойламаңыздаршы. Алла тағалада не көп, ақша көп. Бірақ ол үшін жомарт болыңыздар. Қолдарыңыз ашық болсын. Күйеуіңізге әдемі сөзден сөз өрнектеп, әдемі махаббатты жасап беруге тырысыңыздар. Махаббат ол жасалатын дүние. Оны біз қолдан жасаймыз. Жүректен шығарып сезімді әрлейміз. Махаббатты қолдан жасаймыз, жүрек саламыз, иә? Тамақтарды неше түрлі жүрек қып жасаймыз. Оның бәрі не? Бұл шығармашылық, творчество. Творчество менен айналысатын үйхан шайымы. Бұл ақша да табалады өзі, күйеуінен де ақша алады. Және әлемге шығармашылық сыйлай алады. Әдемі бала тууда, әдемі бала өсіруде, бұл да шығармашылық, иә? Яғни әйел шығармашылыққа жақын болған кезде, ол үй ханшайымының керемет деңгейіне жетеді. Әрі патшайым болады. Әрі ол әдемілеп істеп отырған кезде кішкентай қыз күйіне де түседі. Осылай ол өзінің бойындағы күйлерін бәрін дамытып, күйеуіне қызықты, көңілді, әдемі, қылықты келіншекке айналады. Бүгінгі сабақ осындай. 4-ші күй дамыту, көңілдес күйін және үй ханшайымының жоғары деңгейіне жеткілеріңіз келсе, ары қарай Алина ханымның сабағына қатысасыздар. Мен осы уақытқа дейін уже біраз қыз жазылып қойды, Аллаға шүкір. Мыңдаған қыздар жазылып жатыр. Мен өте қуаныштымын. Сіздерді күтеміз. Сабақ ұнады ма? Бойымыздағы осы 4 қабілетті дамытамыз ба? Сұрақ жауап болсын кішкене. Сұрақтарыңызға жауап беру арқылы да мен өте көп ақпарат беремін, иә? Эфирден шықпай тыңдаймыз, өйткені тағы да ақпараттар беріледі қазір. Ұнады дейді, рахмет жандарым. Онда менің соңғы постыма енді өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп қойыңыздаршы. Уақытымды бөліп, Аллаға шүкір, біліммен бөлісіп жатырмын ғой. Сондықтан оның да бір энергиялық өтемі сіздердің бір жақсы Алла разылығы үшін жазған пікірлеріңіз болса екен. Алла қаласа дамыту керек. Күйеулеріңіз жоқ болса, қыздар, сіздердің ұлдарыңыз бар, иә? Ұлдарыңызды кішкентай кезде ұрмаңыздар. Ұлдарыңыз қатты енді ашуландырып, нервтеріңізді ауыртып жатса, жылай салыңыздар. Құдайым-ай, не істеймін енді? Не істеймін? Осындай балам ақылды еді, не болып қалды бүгін дәл қазір? Сол кезде сіздер депрессивный еркекті дайындамайсыздар. Олар ертең өздеріне деспот айналады да, анасы ұра берсе, өйткені олар тек королева күйін көреді анасынан. Сөйтіп олар өздеріне кішкентай қыз, яғни құқыртып отыратын, ұрып отыратын кішкентай қызды іздейді. Не болмаса оларға бұйырып отыратын келін іздейді. Өйткені олар анасының образында сондай әйелдер іздейді. Ал енді мына көңілдес іздеп кететін еркектер көбінде, олар анасынан көп зардап шеккен ұлдар негізінен. Яғни аналары кішкентай кезінде тәрбиені көбінде қатал берсе, ұлдары жаңағы өзіне бір дұрыс ана іздеп кетеді екен. Яғни жүргіш еркектер дейікші, бабник деп айтса жүрміз ғой, бұлар анасына көңілі толмаған еркектер де болады екен көбінде. Бұл психологияда көп айтылады, көптеп айтылады. Ал егер біз 4 күйімізді дамытсақ, ол ер адам ешкімді іздемейді. Жыным келеді дейді. Бұл сөздің өзі қандай жаман, иә? Қыздар, қараңыздаршы, шақырып отырсыз өзіңізге. Соларды шақырып жатырсыз, ауыз белақтарды шақырып жатырсыз. Ондай кезде біздің ертең, егер сіз күйеуіңізді кешке ұрса берсеңіз, тұқырта берсеңіз, сол сенің қолыңнан түк келмейді деп айта берсеңіз, сіздің ұлыңыз тура сондай депрессивті состояниедағы жігіт болып шығады.
ол сізге қажет пе? Мысалы, мен көрмеппін ер адамның әйелі дым істемейсің, сен қолынан түк те келмейді деген кезде жүгіріп барып бәрін істеп кеткен еркекті көрмеппін. Ондай еркек болмайды. Болған емес. Менің практикамда болған емес. Келген әйелдердің барлығында ондай нәрсе болған емес. Олар мақтауды сүйеді. Қаласақ та, қаламасақ та. Сіз, өйткені сіз бағалауды күтесіз. Кім бағалауды күтеді? Самооценкасы төмен әйелдер, адамдар әрдайым өзін бағалап отса деп тілейді. Яғни оларға біреу баға беріп отыру керек. Жақсы, жаман деген. Ал самооценкасы жоғары әйел ол ешкімнің бағалауын күтпейді. Ол өзін өзі бағалайды. Ол өзін өзі жақсы көреді. Ол өзіне өзі жағдай жасайды. Ол өзі жақсы сөздер айтады. Ол өзін дамытады. Если разведенные, Аллах қаласа осы 4 күйіңізді дамытыңызшы. Үйде дұрыс тәртіп, тайм-менеджмент құрыңызшы. Сізге керемет ер азамат кездеседі. Адамдарды мақтаған кезде Аллаға шүкір деп барып мақтасақ, біз барлық мадақты Аллаға жібереміз. Қандай күшті, Аллахым қандай керемет, маған Алла осындай керемет күйеу берген деп. Мысалы, маған жолдасым қандай да бір сыйлық жасаса, мен айтамын, Аллаға шүкір, осындай саған мүмкіндік берген, Аллаға шүкір, шүкір, шүкір. Қандай күштісің маған сыйлық берген емес, Аллаға шүкір. Осындай ер азаматты маған сыйлаған, Аллаға шүкір. Осындай маған сыйлық жасай алатындай саған мүмкіндік берген, Аллаға шүкір. Балалар менімен ойнайды, мен оларға ұрысамын, анамен ойнауға болмайды деп. Назира, ойнаған жақсы ғой, мен де балаларым ойнайды, менің қызым мысалы мазамды кетіреді, барғаны шашымнан бастап, мен айтам, Айсұлу жаным, кішкене тыным берші маған десем, айтады, ну я же тебя люблю, дейді маған. Сосын еріп кетесің ғой. Жаным 4 күйінде жүрген сияқтымын, бірақ менің жолдасым енді қайтып келеді ғой, қыздар-ау. Сосын мынау мен шыдамсыздық туралы айтқым келіп жатыр. Біз шыдамсызбыз. Барлығы тез бола қойса дейміз, я. Жақында маған бір келіншек келді, бала көтере алмай жүр. Содан жаңа келіншекпенен сөйлесіп отырмыз, ананы сұрап жатырмын. Енді біз сөйлетуіміз керек қой, енді психологтар бәрін айтып отыр, я. Содан анасымен қарым-қатынасы жақсы, әкесімен қарым-қатынасы жақсы, күйеуімен қарым-қатынасы жақсы, бірақ кезінде болған проблемалар деп бастады. Қандай проблема? Күйеуге шығатын кезде қандай проблема болды? Сол кезде басталды. Маған айтады, мен 18 жасында күйеуге шықтым дейді. Маған әке-шешем үйде айтты дейді, ерте қызым, ерте асықпа, кішкене ойланшы жаным, кішкене асықпашы деген ғой әке-шешесі. Ол жоқ, мен оны сүйем, күйем деп күйеуге шығады. Сосын күйеуге шыққаннан кейін 1,5-2 жыл тұрғаннан кейін қашып келеді үйіне. Ажырасам деп. Сен әке-шешесі айтады, жаным-ау, сен күйеуге енді ғана тидің. Бұл кезеңде қиын кезеңдер болады. Жақсы уақыт өткен кезде бәрі жақсы болып кетеді. Шыдашы десе, жоқ, я не могу, мне нельзя. Мен өзімді жаңағы ондай күйге түсіре алмаймын деп жаңағы қыз көнбей қояды. Сосын біраз уақыттан кейін, мысалы, екеуміз сөйлесіп отырмыз да, содан кейін мен айттым, сіз қайттан бардыңыз ба? Мен ажырастым, бірақ әке-шешеммен тұрған едім. Ол жерде де маған қайта-қайта өзіме ұнамай, күйеуім келіп қоймағаннан кейін қайтадан барам деп шештім дейді. Сол кезде әке-шешем айтты дейді, қызым, әлі ертерек, күйеуің сабасына келсін, күйеуің өзіне сабақ алсын, тоқтай тұр деп айтты дейді. Сөйтсе, жоқ, я его люблю деп айттым дейді. Жаңағы қыз, я его люблю, и тағы қайтадан кетіп қалған ғой. Барады, қыз туады, сосын кетіп жүреді. Сосын енді біраз уақыттан кейін, бір 4-5 жылдан кейін күйеуінің жаңағы көңіл күйлері бәрі дұрысталып, отбасылар жақсаратағына жаңағы әйел енді екіншісін туайын десе туа алмайды. Мен айтып жатырмын, сіз күте алмайсыз. Енді Алла тағала сізді күттіртіп жатыр десем, қалай? Как это так? Я говорю, сіз тағы күте алмай психологқа келіп отырсыз деймін да. Күте алмай отырсыз. Алла тағалам сізге қаншама рет анаңыз арқылы, әкеңіз арқылы шыда, асықпа деп. Сіз еш уақытта тыңдамадыңыз.
қайтадан бардыңыз, қайтадан келдіңіз, күйеуге шықпа дедіңіз, деді сізге, тыңдамадыңыз, шықтыңыз. Не істедіңіз? Я не могла ждать. А теперь вы ждете, говорю. Сіз күтіп отырсыз, дәл қазір сіз күтумен айналысып жатырсыз. Былай басын ұстайды. Неужели так? Я говорю, это так. Орыс тілді қыз екен, ол солай. Бізді бәрібір Алла тағала күттіртеді. Күте алмаймын деген нәрсе жоқ. Алла бұйыртқан күні болады. Алла бұйыртқан күні барлығы де оңалады. Сондықтан егер сіздің әке шешелеріңіз сізге асықпа деп жатса, мүмкін маған Алла бұйыртып тұрған шығар. Рұқсаттарыңызды беріңіздер деп Алланың атымен сөйлеп үйренуіміз керек. Сол кезде ол қыз қазір екіншісін босанды, одан кейін көтерді ғой енді, сөйтіп айтады. Мен үйге барып, күнде мен кешірім техникасын жасап, мен күтем, мен күте аламын. Мен бала бермесең де разымын деп күнде айттым дейді. Берсең қуаныштымын, бермесең де разымын деп. Көтерді, Құдайға шүкір. Сондықтан қыздар, біз өте асығыспыз. Асығып жүреміз да. Алмагүл жаным, құрбыңыз өзі сенбесе, енді оған мен көмектесе алмаймын, сіз де көмектесе алмайсыз. Ол өзі бірдеңеге сену керек. Асығып жүреміз дағыны, біз бәрін бұзамыз. Күйеуіміз кішкене ақша таппай қалса да асығып осы жатып қалды, ойбай, одан құрбыларымызға жамандаймыз, жаңағы жатыр біздікі диванда. Сенікі жақсы ғой, менікі таппайды ақша. Разымын, Аллам, осы күйеуіме разымын деп айтыңыздаршы. Сол күні сіздерге Алла тағала өзінің нығметін үйіп төгіп береді. Сол күні. Боқтап сөйлесе, сіз айтасыз, жаным, менің қатты жүрегіме тиеді сенің боқтаған. Кәдімгідей жүрегім ауырады. Осыны қалай азайтсақ болады екен, мен саған мүлдем боқтама демеймін. Бірақ кішкене осы маған қатты тиіп кетеді, жүрегім ауырып қалады. Жаман сезініп кетем өзім деп айтыңызшы. Хорошо? Кешірім техникасы мен тек тану сабағымды. Сіз өзіңіз қызым айтып жатқан, қазақтар орысша сөйлеу керек деп айтып жатқан, сіз сразу орыс тілді қыз екен дедіңіз. Дейді ғой қызым. Қыздар, енді қараңыздаршы, біз қазақ тілін білуіміз керек. Қазақ тілі біздің ұлтымыздың тілі, бірақ біз өзге тілді деп білуіміз керек, және қолданғанда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені тіл язык до Киева доведет деген орыстың күшті сөзі бар, қазақ айтады, орақ тілді шешен дейді, яғни қай тілді сіз жақсы меңгергіңіз келеді, арасында оны пайдалануға болады. Бірақ өзіміздің тілімізді сыйлауымыз керек, өзіміздің тілімізді жақсы көруіміз керек. Мен өз тілімді 100% жақсы көрем, 100% білуге тырысып жүрген маманмын. Орыс тілінде 100% білуге тырысып жүрген маманмын. Жақсы көрем орыс тілін. Өйткені мені талай тығырықтан алып шыққан. Осы ілімнің, білімнің бәрін берген маған орыс тілі. Мен орыс тіліне бас иемін. Өйткені көптеген ақпаратты психологиядан қазақша кітап жоқ, айналайындар, барлығы орыс тілінде. Сондықтан сіз әрбір тілге құрметпен қарауымыз керек. Неге сөйлеп жатыр, өзінің тілінде сөйлесін деп емес. Өзіміздің тілімізді пайдаланғанымыз жақсы деп бастасақ, Алла бізге разы болар еді. Өйткені орысты да жарасқан Алла тағала. Мысалы, қазір біз орыстарды көбінде айтып қалып, кәпірдің тілінде сөйлеме деп те жазып жүрген адамдар болды да маған. Мен айтам, оларға кәпір деген определенияны біз қай жағдайда беріп отырмыз? Кәпір деген имансыз адамдар. Ол мұсылманмын деп туғанның өзінің ішінде имансыз адамдар өте көп та, сондықтан олай біз күпірлікке бармайық. Күпірлік өте жаман. Ол бізді жақсылыққа апармайды, ол бізді пұшпаққа апармайды, ол бізді байлыққа апармайды, ол бізді нығметке апармайды. Байлық дегеніміз тек қана ақша емес, ол денсаулықта жатады оның ішіне. Барлық біздің нығметтеріміздің барлығы байлық. Көзіміздің жақсы көруі, мұрнымызбен дұрыс ауа алуымыз, тыныстануымыз, сөйлей алуымыз, естиіміз, барлығы бұл Алланың берген бізге байлығы. Бізде мына тонуста білесіздер ме, кислород деген сатылады.
аппарат бар сондай. Дұрыс демала алмайтын, аллергиясы бар, кислородный голоданиялар бізге келіп соның мұрнына салып отырады дағы сондай өзі аппарат. Ақша төлеп сатып алады. Ал біз білесіздер ме? Далада күнде таза ауаны жұтып жүрміз, тауға барыңыздар, тегін ғой, таза ауа ше. Алла тағала соны бізге бәрін тегін беріп қойғанда, байлықтың бәрін тегін беріп қойғанда, но бірақ біз бір құнды дүниені іздеп, жүгіріп, өзімізден өзіміз сабылып жүреміз. Құнды дүние ол біздің айналамыздағы адамдар. Құнды дүние ол біздің айналамыздағы болып жатқан оқиғалар. Қазір мен сіздерге жанымменен, тәнімменен беріп түсіндіруге тырысып жатырмын. Осыдан ләззат алып отырмын. Осыдан Алла тағаламнан энергия сұрап отырмын. Өйткені бұл да маған күш қуат береді. Бұл да сіздердің сұрақтарыңызға қарай менің ізденуіме, ары қарай дамуыма септігін тигізеді. Сондықтан байлықты тек қана ақша деп қарамаңыздаршы. Байлық ол күй. Көңілді келіншектің 4 күйі. Алла разы болсын сіздерге. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Эфирлерімді әрдайым күтемін. Сіздерге деген ризашылығым енді айтып жеткізе алмаймын, Аллаға шүкір. Ертең сабақта барыңызды күтеміз. Жұбайлар шаттығы. Сол жерде сіздерге көңілдестің кейін Алина ханым әдемілеп сексолог маман ретінде түсіндіріп береді. Эфир просто огонь дейді. Рахмет, жандарым, рахмет. Барлықтарыңыздың жазып жатқан тілектеріңізге Алла разы болсын. Сіздерге нығметін үйіп төгіп бере берсін. Деніміз сау, қуатты, шуақты.